Сәлеметсіңдер ме, балалар? Жаңа сабағымызды бастайық. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы «Мен мектеппен танысамын». Бүгінгі сабақта Сәлем мектеп әнін үйренесің. Домбыраның қағысымен танысасың. Музыкадағы дыбыстардың биік және төмен болатынын білетін боласың. Балалар, сабағымызды соль және ми дыбыстары арқылы үш тілде музыкалық амандасумен бастайық. Сәлем, привет, hello. Мектеп білім айдынындағы үлкен кеме. Осы кемеде 11 жыл уақытты әр бала өткізеді. Мектеп табалдырығын тарыдай болып аттап, 11 жыл бойы білім алып, таудай болып шығамыз. Балалар, енді дауысты дыбыстарды қолданып, дауыс жаттығуын жасайық. Өте жақсы, жарайсыңдар балалар. Жаңа ән үйренуді бастайық. Балалар, бүгін біз Сәлем мектеп әнін үйренеміз. Әннің музыкасын жазған Латиф Хамиди. Әннің сөзін жазған Сырбай Мәуленов. Балалар, әнді орындағанда ән айту ережелерін сақтауды ұмытпайық. Бойымызды түзу ұстап, дауысты дыбысты айтқанда ерніңді дөңгелендіріп, шашыратпай орында. Сәлем саған мектебім, сәлем білім ордасы, жасыл бақтың көктемім, жасыл бақтың жолдасы, жасыл бақтың көктемім, жасыл бақтың жолдасы. Сенен біліп шығарман, аспан барын, күн барын. Сен арқылы ұғарман, жұмбақ әріп сырларын. Сен арқылы ұғарман, жұмбақ әріп сырларын. Ән ұнады ма, балалар? Енді әннің бірінші сөйлемін кербін әдісі бойынша қолымызбен көрсетіп, орындап көрейік. До, фа, ре, до. Сәлем саған мектебім. Жарайсыңдар, балалар.
Ал енді сәлем мектеп әнін домбырамен сүйемелдегендей отырып орындайық. Суретке мұқият қара. Домбыра қағысын қолыңның қимылымен салып үйрен. Сәлем саған мектебім. Мына берілген суретке қарап, тауды суретте. Егер сен сол таудың ең басында тұрып, төмен қарасаң, жердегілер қалай көрінер еді? Музыкалық анықтама. Музыкалық дыбыстар биік және төмен болады. Ән тек биік дауыспен айтылатын болса, онда ол ән болмас еді. Сондықтан ән әртүрлі биіктікте биік немесе төмен дауыста айтылады. Балалар, сендер мектеп құралдарын жақсы білесіңдер деп ойлаймын. Мына суретке мұқият қарайық. Мектепке баратын оқушы қандай оқу құралын ұмытты? Оқушы сөзін үш тілде айтып үйренейік. Оқушы. Орыс тілінде ученик. Ағылшын тілінде pupil. Сабағымыздың соңында учат в школе әнін тыңдайық. Буквы разные писать, тонким перышком тетрадь. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Вычитать и умножать, малышей не обижать. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Вычитать и умножать, малышей не обижать. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. К 4 прибавить 2, по слогам читать слова. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Книжки добрые любить и воспитанными быть. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Книжки добрые любить и воспитанными быть. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Находить восток и юг, рисовать квадрат и круг. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. И не путать никогда острова и города. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. И не путать никогда острова и города. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Про глаголы, про тире и про дождик на дворе. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Крепко-накрепко дружить, с детства дружбой дорожить. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Крепко-накрепко дружить, с детства дружбой дорожить. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Осымен сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар балалар.